Санжар, сәлем. Кірдің ба? Санжар, Ау, естіп тұр ма? иә, Жақсы. Так, мына есептерді шығардық па? Кеше қарадың ба? Жібермедің ғой сен маған. иә, Хорошо. Дөңгелек үстел айналасына бірнеше орындықтар қойылып, сағат тілі бағытымен нөмірленді, иә? Номері 1, иә. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тура осы 8-ге номері бірінші орындықтан Алтыдан 8-ші шығаратқа орындыққа. 14. 16. Жоқ, бұл басқа есеп. Тура осыған ұқсас басқа есеп бірақ. Номер 8-ші орындықтар дәл қарама-қарсы тұрған байқалды. Барлығы қанша орындық қойылған. Егер сен де қара, мына жақта тура арасында қанша орындық? Біреу, екеу, үшеу, 14 әпке, 14. төртеу, алтау болатын болса, 14 әпке. 14 бола ма? Ортасында ары қарай 9, 10, 11, 12, 13, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақта да 6 болар. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 бола ма? Значит, 14 болар, иә? Жақсы. Так, кеттік келесі. Кез келген қатар орналасқан 3 цифры кему ретінде де өсу ретімен де орналаспайтын. Әрі цифрлары әртүрлі ең үлкен 4 таңбалы санды табыңыз. Так, бұндай жағдайда не істейміз? Ең 4 таңбалы болғанда басы 9-дан басталу керек, дұрыс па? А, В, С, Д деген 4 таңбалы сан кез келген. 3 цифрасы қатарынан кему де өсу де болмау керек. Так, 9876 дейтін болсақ, қарай ғой. Бізде сандары қандай болып тұр? Кему ретімен уже үшеуі, мынау үшеуі кеміп тұр. Значит, ондай ретінде ала алмаймыз біз. Бізге мына жерде кему ретімен болмау керек. Өсу ретімен де болмау керек. Және де бір цифрасы қайталанбау керек. Бір цифрасы 9900 деп болмау керек. Сол үшін так, 9700 деп алып көрейік. Мына жерде кеміп тұр. Одан кейін қайтадан кеміп кетпес үшін 7-ден үлкен сан ол бізде қанша? 9 пен 7-дің ортасындағы 8. 8. И одан кейінгі кіші сан қай болады? 6. 6. 9786 саны болады. Так, біз мына жерде мынаны ала алмаймыз. 9867 деп ала алмаймыз. Өйткені мына жерде мына үшеуі қатарынан кеміп тұр. Ана жерде міне үшеуі қатарынан кеміп тұрған жоқ қой, иә? Сол үшін мынау дұрысы болады. Иә. Сонда дұрыс жауабы 9786 болады екен. Түсіндің ғой, иә? Сенде осы шықты ма? Сен кеше что-то қарамаған сияқтысың, Санжар? Қарады. Қарадың ба? Хорошо. Келесі мына есеп қанша шықты? Дүкенге әкелінген жемістер ішінде алмадан басқасы 13 килограмм, шиеден басқасы 17 килограмм, апельсиннен басқасы 19 килограмм, және жүзімнен басқасы 14 килограмм. Дүкенге барлығы қанша килограмм жеміс әкелінді? Барлығы бізде міне алма бар, сосын не бар бізде? Шие бар, тура алдында осыған ұқсас деп шығарғанбыз. Шие бар, апельсин бар, ап қояйын. Сосын тағы не бар? Апельсин бар и жүзім бар. Сосын барлығы деген бар, иә? Қанша шықты мына есеп? Барлығы ол бізде x. Тура осыған ұқсас деп шығардық қой біз алдында. Так, алмадан басқасы, значит, x минус 13 плюс шиеден басқасы қанша? 17 плюс
19 килограммдан басқасы апельсин. Плюс және де 100-мен басқасы 14. X минус 14. Есептейміз. Қанша X көріп тұрмыз? Ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 4X тұрсы ба? Так, ары қарай. Минус 13, минус 17 қанша болады? Минус қанша болады? Минус 30, минус 30, минус 19, минус 60. 63. Вообще минус 63 болады. Аха. Минус 63 тең X. Орын ауыстырамыз. X на жаққа, сандар мына жаққа. 21 X. 3X тең 63. X тең 20. Все, хорошо. Кеттік ары қарай келесі есеп. Радиусы 7 сантиметр болатын дөңгелек 10 айналым жасаса, қандай қашықтыққа жүріп өтер еді? Бізде С тең D пи деген формула бар, иә? Немесе С тең 2 пи R деген формула бар. Мына жерде бізде R-іміз қаншаға тең? R ғана берілген. Если радиус диаметрмен берілсе, мына формуланы қолданатын едік. Бізде радиуспен берілгеннен кейін мынаны қолданамыз. Значит, С тең 2 көбейтілген 7 көбейтілген пи бізде яқта беріп тұр. 1 бөлінген 22 бөлінген 1. 22 бөлінген. Негіз 7 мына жерде көрінбей қалған ғой. 7 мен 7 қысқарады, сол кезде 44 болады. Бізде бір айналым жасаса, мындай радиус шеңбер. Мындай бір айналым жасаған кезде 44 сантиметр жүрер екен. Тура осында 10 рет айналса, қанша рет жүреді сонда? Бір айналымда 44 жасаса, 10 айналымда 440 айналым жасайды екен. Жақсы, кеттік. Келесі белгісіз бұрышты табыңыз. Белгісіз бұрыш бізде мынау. Так, мынау толық бұрыш. Толық бұрыш қаншаға тең? 360. Значит, 360-дан азайта береміз. Минус. Так, 104 қосылған 160. Ой. 162. Есептеп айта берсең жауабын. Мен 104 екі рет жазып қойдым, иә. Әпке 60. Вообще 60 па жауабы? Иә. Жақсы. Кеттік, ары қарай кеттік. Олжас төменде көрсетілген шаршы қағазды бүктеді. В еді. Бізге мынаны табу керек, иә? Так, мынандай шаршы бүктелген қағаз дейтін болса, сіздер мынаны міндетті түрде дополнить етеміз қайтадан. Ашқан кезде қандай болады депші. Мына жер бізде тік екенін білеміз. Тік бұрыш 90 градус екендігін білеміз. Сонда мынандай нәрсе. Мынау бізде, мына жерде біз қандай да бір жазыңқы бұрыш пайда болды ғой. Мына жерді таба аламыз ба? Иә. Қанша болады ол? Оны қалай табамыз? 180-нен азайтамыз 55-ті, дұрыс па? Иә. Шығады қанша? 125. 125 градус шығарады. Енді осы мынау полный 125 болса, значит, мынамен мынау екеуі тең болады. Себебі мынау парақты бүктеп қайтадан ашқан кезде екеуі бір нәрсе ғой. Иә. Парақты бүктеген кезде. Значит, мына 2-ке бөлеміз осы 125-ті. 125 градусты 2-ке бөлетін болсақ, қанша болады? 62,5, иә?
иә. Значит, сенде мына бір 62,5 болса, мына жер бізде білесің 90 екенін. Мына жерді табу үшін 90-нан азайтамыз. 90-нан азайтамыз. 62,5. 62,5 азайтамыз. Қанша шығады? Ол 27,5. 27,5 градус шығады. Все, молодец. Түсіндің, яғни есепті? Иә. Жақсы, кеттік ары қарай. Так, кеттік ары қарай. R ыдысындағы барлық су текше формасына S ыдысына құйылды. S ыдысын толығымен толтыру үшін тағы қанша су қажет? Мына өткендегідей ғой. Бірінші судың көлемін табамыз. R-дің V, R. Қанша болады ол? 13-ті көбейтеміз 5-ге, көбейтеміз 8-ге. Мынаны есептем. Сосын PS-ті табайық. 9-дің кубы. Әпке біріншісінде 520. 520. Мынаушы 9-ның кубы. Так, 81, 729. Так, мынаның іші 729. Мына бізде суымыз всего лишь 520. Так, S ыдысын толығымен толтыру үшін тағы қанша су қажет болады? Не істейміз? Екеуін азайтамыз. 729-дан 29-дан азайтамыз 520-ны. сол кезде қанша шығады? 209. 209. Жақсы, жарайсың. Кеттік ары қарай. Цифрлары әртүрлі, әрі барлық цифрлардың қосындысы 14 болатын ең кіші жұп натурал санның алғашқы цифрасы қандай дейді? Так, кеттік, ендеше. Так, А, В деген қандай да бір екі таңбалы сан. Осы екеуінің қосындысы қаншаға тең болу керек бізге? 14-ке тең болу керек. И ол бізде жұп болу керек. Так, мысалы... 7 емес пе? Ал? 7 мен 7. 7 бізде қандай жұп па не? 7 жұп емес қой. Так, жақта мысалы бастапқысы ең кіші болған үшін 1, 2 деп ала алмаймыз, өйткені бірге қаншаны қосу керек? 13-ті қосу керек. 13 ол уже бізде екі таңбалы сан болып кетеді. Сол үшін ең кішісі қанша болады бұл жерде? 14 шығу үшін. 5 болса, 5-ке қаншаны қосу керек? 9. 9-ды қосу керек. 9 бірақ бізде қандай сан? Тақ сан. 2-ге бөлінбейді. Бізге жұп сан керек. Значит, басқа 8 болу керек. 6-да 8. 6 мен 8-ді қоссақ 14 шығады. Значит, 68 деген сан болады, е? Енді осының алғашқы цифрасы қандай? 6. Значит, 68 деген сан болады екен. Осылай есеп талдап шығарып жарайды ма? Асықпай, осындай қаяқтан кейін не болады, сонысын анық білу керек. Так, қалған торттың 5-тен 2 бөлігін алып, мысалы мынандай бір торт. Мына жерге қай жерге жазсам екен? Тоғызыншы есеп шығарып жатырмын. Қалған торттың 5-тен 2 бөлігін алып, қалған тортты 2 досына бірдей бөліп берді. Әрбір досына торттың неше бөлігі қалды? Мысалы мынандай торт, осыны 5 бөлікке бөлді. 5 бөлікке бөлді. 1, 2, 3, 4, 5. Осының 2 бөлігін өзі алып қалды. Бізде неше бөлігі қалды? Қалғаны деп тұр ғой өйткені. 3. Значит, 5-тен 3 бөлігі қалды. 5-тен 3-ті азайтамыз. Не үшін? Міне айтады, қалған тортты 2 досына бірдей бөлді дейді. Мынаны тағы да 2-ге бөліп жатыр. Бөлесін 2-ге.
міне 5-тен 3-і қалды, соны тағы 2-ге бөліп жатыр. Сол кезде 5-тен 3, мына бөлу бізде мынаның астында көрінбейтін 1 бар деген сөз. Көбейтесің 2-ден 1-ге тең болады. Бірге. 10-нан алдымен алың бөлмей ма? 10-нан 3. 3. Значит, әрбір досына 4-тің 10-нан 3 бөлігі тиесілі болды. Түсініп қоя? Түсініп. Так, 10-шы есеп шықты ма жалпы? Оныншы есеп мен мына жерге жазайыншы. Так, бізде А 3 бұрыш В деген бар. Біз бірінші оның орнына қайсыны пайдаланамыз? 5 3 бұрыш 4 деген пайдаланамыз. Мына бірінші жақшанышын орындаймыз. Сонда тең болады. Бізде формула бойынша А плюс 2АВ минус 4 бөлінген А плюс В деген сөз. Так, значит, 5-тің орында А тұр. Значит, 5 қосылған 2 көбейтілген АВ бізде 5 көбейтілген 4 минус 4 бөлінген 5 қосылған 4. Есептейміз. Так, мына жерде 40, 40-қа 5-ті қосамыз. 45, одан 4-ті азайтамыз. 41 бөлінген 9 шықты жақшаның ішінен. Енді бізде екінші амал бар. Екінші амал бізде қандай? Осы жақшаның ішіндегі мәнмен міне 41 бөлінген 9 бен 2-нің мәнін есептеу керек. Тура осы формулаға қайттан қоямыз. Значит, бірінші міне тура осылай есептеп шығамыз. 41 бөлінген 9 қосылған 2 еселенген 41 бөлінген 9 көбейтілген 2 минус 2 болады, минус 2. Бөлімінде Астына 9-дан 41 қосу 2. И есептейміз мынаны. Так, мына жерде 4 болады, 2 мен 2-ні көбейтсек. 41-ден 9 дегеннен уже 5 болады, сонда. 41-ді 5-ке көбейтсек 205 бөлінген 9 азайтылған. Мынаны бөлімін 2-ге келтіру үшін 18 бөлінген 9 деп жазуға болады ғой. Мына жерде де сөйтіп жазамыз. 41 бөлінген 9 қосылған 18 бөлінген 9. И есептейтін болсақ, 205-тен 18 азайтсақ. 9-дан 180 177. 177. Точно ма? Азайттым ба дұрыстап? 187 болады. И бөлінген бөлімін жазайық. Бөлімі 9-дан қанша болады? Надан 18 қоссақ. 41-ге 18 қоссақ. 59 ба? 59. Так, жазам. Бірінші бөлшекті сол күйінде, екінші бөлшек кері бөлшекке айналдырам. Сол кезде 187 бөлінген 9 көбейтілген 9-дан 59 болады. Намен мынау қысқарады. Мына жерде бізде неше бүтін? 3 бүтін бола ма? 3 бүтін 59-дан 10 болады. Бөлінбейді ғой. Немесе аралассам мен. Так, кеттік ары қарай. Қандай түзілер параллель? Сразу айта ғой. Параллель түзілерді көріп тұрсың ғой.
СД мен СД мен АБ. кеттік ары қарай. Есеп. Әпке 4. Дұрыс айтасың, 4. Өйткені ішіндегі фигуркалар Себебі ғана қалған. екіншісінде бәрі фигуралардың ішінде үшінші шығады. Ішіндегі фигуралар шығады, иә. Яқта мысалы Иә. Ж деген әріп шығып жатса, мынада Плюс сыртындағы фигуралар кетіп қалып плюс, мына жақта сыртындағы үшбұрыштар кетіп кішкентай қалады, домалақ. кішкентай Шыдам. домалақ. Кеттік. Сағат 21:05-те басталған фильм, 21 сағат 05 минут. Значит, 144 минут деген ол бізде 2 сағат, қанша минут? 2 сағатта 120, 44-тен азайтамыз. 24 минут па? 18:51-де сағат. Жоқ, нешеде аяқталады? 21:05-те басталды. Көбейтем, қосамыз ғой. 9, 2, сонда анау 23 сағат 29 минут. Яғни 23-те 29. 23-те 29. 11-де 29. Түсінікті, иә? Иә. Жақсы, ары қарай кеттік. Фигура шаршылар мен жартылай дөңгелектерден құралған. Фигураның периметрін табыңыз. Периметр деген мына сыртындағы нәрселер. Б қосындысымен көбейтеміз 2-ге. Бізде фигура бізде стандартный емес қой. 4-а. Жоқ, қара. Жерде біз бірінші неге қараймыз? Қарай ғой қазір. Так, бізде мына қара. Мынау шаршымен, шеңбер, жартылай шеңбермен, мынау жартылай шеңберді, мына жарты жол осы, иә? Бұл екеуін біріктірсек толық шеңбер шығады ғой. Иә. Толық шеңбердің несін қалай табамыз? Қазір толық шеңбердің ұзындығын қалай табамыз? 2 πr. Осы формуламен табамыз. Бұл жерде пи сенде есте. Кейбір есептерде байқадың, иә? Пи тең 22 бөлінген 7 деп беріліп тұр. Кейбір есептерде бермесе ол... П деген периметр радиусы ма? Жоқ, пи деген тұрақты сан. Пи деген 3,14-ке тең. Кейбір берілмеген есептерде. Иә. Әпке кейбір кезде 3 деп беріледі ғой. Кейбір кезде 3 деп беріледі, дұрыс айтасың. Негізі 3,14-ні жуықтап алғандағы мәні. Так, мысалы, мынаның радиусы 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген R бізде неге тең болады? Мына айтып тұрмын, шаршыға бөлініп тұрмын, беріліп тұр ғой суретте. Значит, мына жерде бізде 10-ға тең. 10, иә. Мынаны есептейсің. Сосын бізде басқа немен көрсетейін. Бізде мына жермен, мына жер, мына жермен, мына жер беріліп тұр. Бұл жердің несін табамыз? Екеуін біріктіретін болсақ, бізде не болып тұрғанда шаршы шығып тұр ғой? Иә. Шаршы оның несі мына 10. Мынау шеңбер шығып тұр. Ол шеңбердің радиусы 10-ға тең. Түсіндік, иә? Иә. Біз біріншісінде шеңбердің несін тауып аламыз, ұзындығын тауып аламыз. Мыналарды көбейтсек, шеңбердің несі шығады, ұзындығы шығады. Көбейтетін болса, қанша шығады? 3,14-ті көбейтеміз 2-ге. 62,18. 62, иә. Ал мынаның периметрі қанша шығады? 4 көбейтілген 10. Значит, ол 40.
Қырық. Енді просто мына екеуін қоса саламыз. Міне шеңберін өйткені бізге мынаны полный табу керек қой міне. Бүйтіп 102,8. дұрыс айтасың. 102,8. 8. Түсіндің, иә? Иә. И соңғы есеп қарайық. Теңдік дұрыс болу үшін мынаның орнына плюс минус көбейту немесе бөлу амалдарын қолданыңыз. Так, мына жерде сразу анықтап алайық. Тең бізде қанша? 16 шығу керек. Бізде бірінші жақша орындалатын болған ердің квадраты. Көбейтсек, қоссақ, үлкен сан шығып кетеді. Бөлінбейтін сан, значит, сол үшін азайтамыз. 7-ден 4 азайтса қанша шығады? 3. 3-тің квадраты 9. 9 минус атықтай тұр, минус емес пока білмейміз. Әпке 9-ды 7-ге қосамыз. Сосын 4-тің квадраты 16. Дұрыс айтасыз. Значит, бізде қандай формула, нені қолдандық? Белгіні қолдандық. Минусты және де. Түсіндің ғой, иә? Иә, түсіндім. Сұрақтар бар ма? Жоқ. Так, ары қарай есеп жіберемін қазір. Оны маған 1 сағаттың ішінде жібер, иә? Аха, мақұл. Мына есептердің бәрін жазып ал дәптерге, ұмытып кетпе. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз.